Міне суға келген адамдар өстіп жүреді екен. 21 ғасырда жаңа Қазақстанда біздің жаңа ауылдың түрі осы міне су тасып. Мен де 70 келген адаммын. Сіз де 70-сіз. 50 жылға Ана кісі 75-ке келді жаңағы. Сонда 75-ке келіп су тасып жүрген. Тасимыз ғой қайтеміз. Су жоқ қалғасы. Балалар үйіне қалада тұрады, үйде тасиды. Қандай деймді. Автобуста дейміз. Мына жерге қайтып келейін деген шығар. Қойсам ба, ана тұрды. Қолым былай да көрініп тұр ғой. Ар жақтан түсіру керек еді, мына жақтан не батпақтың жақсы не көрініп тұрған жоқ. Қазір былай түсіріп қояйыншы. Жоқ, көрініп тұр. Шалшық дейді ғой, не екен да, мынау шалшықтың жанында мынау шетін су бір тіл адамға не жаман әсер етеді екен. Әрине. Міне мына кісі жасы 70-ке келген. Өстіп су тасып жүр. Мен ары қарай шықпадым, өйткені ары қарай дөң. Иә. Көрдіңіздер ма, қандай қиын. Ол 2 шелек су неге жетеді, ол түкке де жетпейді, ол кір жуу керек, жуыну керек. Содан сырттан өстіп байлап қояды екен, ана мал кіріп кетпесін деп. Мал кіріп кетпесін деп жасап өзіміз жасап қойғанбыз. 21 ғасырдағы біздің жаңа Қазақстанның жаңа ауылдары ғой. Иә. Не айтасың енді? Жаңа аяғынан тасып жатыр. Соны айтам. Жасыңыз нешеде? 63-те. Масқара. 63-те келіп өстіп су тасып. Ағаларымыз 70-ке келіп тасып жүр. Өстейміз енді. Жоқ болды мен апарып сағасайын. Сарып берейін. Ой, тартыңыз. Міне көрдіңіз бе? Сана дөңге сол шелекпен шығады. Еще мына жақтан көтеріледі, содан кейін былай кетеді екен. Өйткені үйі төмен жақта алыста, неден, бастаудан. Бастау ғой, Жабаса болды.